Skibidi Toilet'тің 71-ші сериясы шықты достар. Алдыңғы серияда мен реакция жасаған болатынмын, бірақ реакциядан кейін енді сендер обзор күтіп отырсыңдар ғой. 2 күннен кейін достар мен обзорды шығарып жатырмын. Шынымды айтайын, барлық ютуберлерді көрдім, шетелдегі не деп жатқан, және подписчиктердің комментарийін оқыдым. 320 комментарийді ерінбей прям әрқайсысын көріп, сол үшін менде материал почти жиналып қалды. Сосын тағы шетелдегі сайттарды тексердім да, типа Дафактың сайтын, и вообще не жазып жатыр, әлем не ойлап жатыр бұл серия туралы деп. И в общем, осы видеода біз бәрін талқылайтын боламыз. Ал сендер видео басталмай тұрып лайктарыңды басып, аямай пытырып атып, каналға тіркеліп кетіңдер. Ал мен бастаймын. 71-ші серия агенттің планшеттен Вантусменнің камерасын қарап атқан жерінен басталады. Байқасаңдар, бұл прямой эфир. Бұл 71-ші серия 70-ші сериямен өте қатты тығыз байланысты. Екеуінің таймлайны бір уақытта болып жатыр. В общем, пока біздің Вантусменіміз скибидистердің базасына кіріп жатқан кезінде Connection Lost деген сообщение планшеттен келеді. Ол сендер білетіндей, уже бәрің білесіңдер ғой, Дафактың пайда болған кезінде Transmission Error деп помеха болып, Вантусменнің трансляциясы өшіп қалады. Осы моментті сондықтан да сендерге айтып жатырмын, 2 серия бір уақытта болып жатыр деп. И біз сразу планшеттен басымызды көтеріп қарап қалсақ, TV Man'ның бір телевизоры отдельно ұшып жүр. Оны скибидист артиллериясымен жарып жібереді. И 70-ші серияда TV Man'ның сол жағындағы телевизоры сынық болады. Сондықтан да телевизор мен алдыңғы серияда раненый болған. Оны маған комментарийда подписчигім жазып кетті, айтады: Асхат, сен қалай байқамадың 70-ші серияда раненый болып келді ғой, осы моменттің кесірінен деп. Достар, сондықтан да мен бәрін оқып жатырмын. Сосын таудың артынан жаңа артиллерия шығады да біздің титандарға атады. Камера титан және спикер титан оны жарып жібереді. Сосын біздің TV титан өзінің қылышымен бір магиясын істеді ма, әйтеуір жарвайн деп атқан артиллерияны құлатып жібереді да біздің камераменнің үстіне қойды. Сосын біздің титандар өліп қалды ма деп ойласаңдар, жоқ. Себебі 70-ші серияда біздің титандар ол жерде біздің ғалымды өлтіріп тастайды. Сосын бізді базаға алып келеді. Базада байқасаңдар, спикермен қуанып жатса, бұл жерде бәрі тыныш деген сөз. Камерамен раненый болып сол жағымызда жатыр. Скибидистердің базасын уже тазалап тастаған. Бұл, соғыс болып қойғаннан кейінгі зачищик отряды осы жерге келіп бәрін тексеріп жатыр. Байқасаңдар, все-таки домофонды көрсетті. Анау тастардың артында тұрған. Ол не домофон десеңдер, мен алдыңғы спойлерде айтқан болатынмын, бұл бір есікті ашатын шар деп. В общем, біздің спецназ камерамен жер ашылғаннан кейін қашып кетеді да, бізге контейнермен скибидистер бір нәрсе алып кетіп бара жатыр. Ол не екенін видеоның соңында айтып кетемін. Оған бір 2-3 теория бар ол туралы. Сосын біздің камерамендер оған атады, бірақ ол қашып үлгереді. Сосын жер сілкінісі болады да, бір үлкен G-меніміз оралады, достар. G-мен оралды. Бірақ бұның лазері, байқасаңдар, көбейген жоқ. Ең біріншісі, ол біздің камераменге сразу атып, соғысты бастап кетеді. Сосын қасынан гибрид скибидист шығады, 66-ші серияда пайда болған. И бір камераменімізді кесіп, сойып, қалғанын лазермен атып, и өлтіріп кетеді. Оны G-меннен алған сияқты ол лазерді. И G-мен оған, нормально, бәрін дұрыс деп жатсын деп айтады да. И сосын байқасаңдар, гибридтің алдында диджей
скибидис тұр, оны сендер алдыңғы серияда көргенсіңдер. Астра скибидисті алып, оны сойып жіберген болатын. Иә, ол тірі қалыпты достар, бірақ байқұстың настроениесі жоқ, прям грустный болып отыр. Себебі оның колонкасын жарып тастаған болатын. Алдыңғы сериядағы рабочий скибидистерді де бізге көрсетіп жатыр. 68-ші серия или 69-ші сериядағы. Сосын Джимен бізге лазермен атады да, біздің камерамыз қуып, короче, біз зорғадай көріп үлгереміз. Джимен қашып кетеді, Джименнің қасынан Астра скибидистер келеді да и артынан қуады. Байқасаңдар, ол титандармен кездескен Астра скибидист, ол Астра скибидисті сендер көргенсіңдер. Бұл жаңа анау үш не Астра скибидистер бар сияқты еді ғой. Жоқ, бұл конкретно алдыңғы серияда көрген скибидист. Сосын туралы айта кетсек, не болды ішінде дейді. Менің подписчиктерім ол жерде қару жарақтар бар шығар дейді. Ютуберлер айтып жатыр, ол жерде может камерамендерді тұтқынға алып, ол жерде ұстап заложник ретінде Джимен алып кеткен шығар. Себебі Джимен трус қой, қорқақ қой, ол бір нәрсе болса қашып кетеді. И тағы бір момент бар, Джимен по идее бізге точнее ғалымға көмектесуге келе алатын еді, по идее. Вообще ол титандармен қарсы тұрып ғалымды құтқара алатын еді. И тағы бір теория бар, контейнердің ішінде ғалым жатқан шығар деп. Жоқ, ғалым жатқан жоқ, себебі мен басында айтқаным, уақыт, екі серияның уақыты бір таймлайнда болып жатыр, бір уақытта болып жатыр екі серия. Сондықтан да қазір Джимен қашып баратқан кезінде ғалым әлі тірі еді. Сондықтан да контейнердің ішінде ғалым жоқ, сразу айтып кетейін. Тағы да бір момент, Джимен неге қашып кетті? Себебі алдыңғы серияда Джимен всегда қашып кететін ондай ситуациядан. Бір сәл қорқынышты момент болса, Джимен сразу қашып кетеді. Бірақ Джименнің алдыңғы реакцияда айтып кеткен болатынмын. Байқасаңдар, реакторының күші аз екен деп. Джимен қазір өте слабый. Сондықтан да ол Астра скибидистерден қашып бара жатыр. И контейнердің ішінде Джименнің Астра скибидистердің технологиясы шығар деген теория бар. Себебі алдыңғы серияда біз документті көрген болатынбыз. Ол документте Астра скибидиспен ғалымның контракты болған. Ол контракттың ішінде осы қару жарақтар туралы айтылған шығар деген теория да бар. В общем, почти, кажется, бәрін айтып кеттім. Ғалым подписчиктердің және ютуберлердің қазір ойы осы, достар. По идее, осымен видеоны аяқтай берсем болады. Келесі видеода кездескенше, достар. Давайте.